Жапония 100 жастан асқан адамдардың саны бойынша көш бастап тұр. Әйелдері орта есеппен 85 жыл, ал ерлер 78 жыл өмір сүреді. Ал Қазақстанда сіздің ойыңызша өмір сүру ұзақтығы қандай? Егер білсеңіз, міндетті түрде пікір қалдыратын орынға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Ал егер білмейтін болсаңыз, мен осы жайлы сізге қызықты ақпаратты айтатын боламын. Ал сіз 1-2 секундыңызды қиып, менің парақшама тіркеліп, қазақ тілді аудиторияның кең таралуына және дамуына қолдау білдіріңіз. Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі биыл 100 жылдық мерейтойын атап өткендердің саны 1428 адамға артқанын хабарлады. 100 жастан асқан ерлерге қарағанда әйелдердің айтарлықтай орны көп. 88,5% әйелдер және 11,5% ерлер. Ең қарт жапон әйел қазір 116 жаста, ал ерлер арасындағы рекорд 111 жасты құрайды. Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы бойынша 193 елдің ішінде 105-ші орында. Қазақстандық әйелдердің өмір сүру ұзақтығы шамамен 75 жыл, ал еркектер 67 жыл өмір сүреді. Дегенмен бұл жыл сайын өзгеріп отыратын көрсеткіш. Ал сіздің семьяңызда немесе туыстарыңызда 100 жастан асқан аталар мен апалар болса, міндетті түрде біздің арнамызға жаза кетіңіз.